Сәлем достар, бүгін сіздерге Pinduoduo сайтына тіркелуді көрсетемін. Ең алдымен Play Market немесе App Store'дан Pinduoduo'ны тартып аламыз. Міне көрсетілгендей значокта басып кіреміз. Кірген соңынан бірінші WeChat арқылы кіру. WeChat бізде жоқ болғандықтан көк жазуды басып кірсеңіздер болады. Біріншісі телефонның значогы жазылып көрсетіп тұрған, яғни осыны басып телефон арқылы деп кіреміз. Яғни осы страница шығады, немесе бұл шықпаса басынан қайттан загрузить етіп кірсеңіздер осылай шығады. Бірінші тұрғанды басып астына түсеміз, яғни +7 деп көрсетіп тұрған бұл, яғни Ресей деп көрсетілген бұл жерде бізде. Осы жерде өз телефон номерлеріңізді теріп жазасыздар. Телефон номерді теріп жазғаннан кейін міне көрсетілген қызыл кнопканы басамыз. Сосын телефон номерімізге код келеді. Кодты басып кіреміз. Міне біз тіркелдік. Мынандай рекламалар шықса, X-ті басып шығып кете бересіз. Міне біздің жоғарыда телефон номеріміз көрсетіп тұр. Яғни біз тіркелдік деген сөз. Енді біз картамызды, яғни Каспий Голд, өзіңіз қандай картаңызды тіркегіңіз келеді, осы көрсетілген қатарды басып кіреміз. Кірген кезде, яғни міне бізде виза, MasterCard деп жазылып көрсетіліп тұр. Жоғары көтеріп қарасаңыздар, бұл Қытайдың өздеріне керектісі. Ал бізге мына астында төмендегісі осы жерге біздің картамыздың бетінде 16 санды теріп жазып шығамыз. Жазып болғаннан соң қызыл кнопканы басамыз. Содан кейін бізде келесі бетте, яғни бірінші аты жөнімізді жазамыз. Картам бетінде қалай көрсетілген, солай жазыңыздар. Аты жөнімізді толығымен үлкен әріппен жазып болғаннан соң астында картамыздың жарамдылық мерзімін жазамыз. Сосын үшінші қатарда картамыздың артқы бетіндегі 3 цифраны жазамыз. Мен мына жерде өтірік аты жөн, дата, карта номер бәрін өтірік ойдан жазып жатырмын. Сіздер өздеріңіздің толығымен жазып, соңында қызыл кнопканы басып сохранить етеміз. Сақтаған соң бізде экранда мұны көрсетілгендей 6 сан пароль жазуымыз қажет. Яғни өзіңіз ұмытып қалмайтындай 2 рет шығады сізге, 2 рет қайталап жазасыз. Бұл төлем төлеген кезде қолданылатын пароліңіз болып келеді. Міне карта бізде ашылды. Міне үшінші тұрған қатарда кнопканы басаңыз, міне картаңыз сақталды деп көрсетіп тұр. Енді артқа қайтамыз қайттан. Толығымен артқа шығып кетіп, бағана көрсетілген картаның қатарын қайттан басып тексеріп көрсеңіздер болады. Міне кіріп тұр, картамыз сақталып тұр. Карта басынан енгізетін болсаңыз, қайттан қызыл кнопканы басып, басынан басқа карта енгізсеңіздер болады. Енді адрес енгіземіз. Міне көрсетілген значокты басып кіреміз. Кірген соң плюсты басып, қызыл кнопкадағыны жаңадан адрес енгіземіз. Бұл жерде сіз өзіңіз келісілген каргоңыздан өзіңізге жеке кодыңызды алып, логиніңізді алып, яғни адресті толығымен енгізесіз. Бұл мен өзімнің каргомдағы логин және адрестер, телефон номер барлығы жазылған, соны сохранить етіп қойдым. Жаңа адрес енгізсеңіз, тағы да астында қызыл кнопканы басып, басқа адрес енгізсеңіз болады. Және де келесі біз кез келген затты заказ беру үшін өзімізге керекті затты таңдап аламыз. Міне бастапқы бетте өздеріңіз көріп отырғандай барлығын қарап тексеріп көрсеңіздер болады. Жоғарыда көрсетілген қатарға поискке Google переводчик арқылы іздеген затыңызды Қытай тіліне аударып жазып іздесеңіздер болады. Немесе фотоаппараттың белгісі тұр, соған сіздер кіріп, өзіңіздің галереяңызда сохранить етіп алған бір іздейтін фотоңызды қарап қойсаңыздар
поискте осы көрсетеді. Міне мен детский киім көріп жатырмын. Соған ұқсас киімдерді шығарып берді. Соның біреуін таңдап, ішіне кіріп қарауға болады. Яғни біріншісін көрейік. Біріншісін көргенде міне екі баға тұр бұл жерде. Бірінші баға 54,6 юань. Ол егер ешкімді күтпей өзім ала салам деген кезде. Ал екінші 47,6 юань. Ол яғни бір адаммен келісіп алып аласыз. Міне бұл киімнің астында размерлерін көрсеңіз болады. Қандай размерден басталады, қандай түстері, жақыннан көрсетілген фотоларын көріп, качествосын көруге болады. Енді бұл киім сізге ұнап, егер сіз сатып аламын десеңіз, көбінесе мына екінші арзан бағадағын таңдайсыз, 47,6 юань. Бұл жерде сұр түсі қалмапты, тек қызыл түсінен 110 сантиметр ғана бар екен. Міне төменде қызыл кнопканы басасыз. Қызыл түсті 110 сантиметрді басып, қызыл кнопканы бассаңыз, міне көрсетіліп тұр. Жоғарыда сіздің белгілеген адресіңіз тұр. Төменде міне көрсетілген төлемді Pinduoduo'ны таңдаймыз. Міне сіздерге көрсеттім, осы қызыл қатарды таңдайсыздар. Осы арқылы төлем жасау үшін астына қызыл кнопканы басамыз. Оны басқаннан кейін бағана сіз өзіңіз ойлап тапқан 6 санды басу арқылы төлем жасайсыз. Мына жерде 3% ұстайды деп тұр. Яғни банк өзіне 3% комиссия ұстайды. Маған бұл зат қажет жоқ, сондықтан мен бұны алмаймын. Артқа қарай қайтадан шығып кетемін. Және басты бетке кіріп, бағана көрген затымыз, міне ақшасы төленбеді. Бірінші қатарда ақшасы төленбегендер осы бірінші қатар тұрады. Ал егер төленсе, екінші қатарда міне көрсетіп тұрғанында тұрады. Мен сағат тілі сияқты да бұл уже заказды қабылдап, сіздің заказын жіберуге дайындалып жатыр. Ал егер де грузовичок болса, ол жолға шығып кетті деген сөз. Яғни сізге трек-код беріледі. Вот сол трек-кодты алып, сіз өз каргоңызда отслеживание жасай аласыз. Pinduoduo сайты өте арзан сайт. Бұл жерде кез келген затты таба аласыз, өзіңіздің жаныңызға қажет деген. Тек қана өзіңіз дұрыс іздеп, сапасын барлығын жақсы екен қарап, көз жеткізіп, сатушымен сөйлессеңіз де болады. Фотоларын, астындағы комментарийлерін оқып, жақсылап тексеріп алу қажет. Міне мен мына жерде бір қызыма киім көрсем деп, осы кофтаны көріп жатырмын. Астына түсіп, міне 206 комментарий деп тұр. Сол жерден кіріп, шынымен сатып алған отзывтарды қарап, солардың фотоларын қарап, тексеріп көруге болады. Киімнің качествосы қалай деп. Астына жазылған комментарийлерді скриндап алып, Google переводчикте через фото арқылы аударма жасап, оқып көрсеңіздер де болады. Міне киімді таңдаған кезде ішіне кіріп таңдауға болады. Мына қызыл кофтаның астында от белгісі тұр. От белгісі, яғни көп сатылымда болған деген зат. Сол арқылы көруге болады. Былайша айтқанда, бетінде жазылып тұрған бағалар, олар шынайы баға болып келе бермейді. Оған сеніп қалмаңыздар. Тек қана ішіне киімнің кіріп, сол затты таңдап, соңында барып бағанағыдай 3% комиссиясын ұстап болып, төлем жасайтын кодыңыз теретін кезде ғана нақты бағасы шығады бұл жерде. Бұлайша қытайлар реклама ретінде өздері арзандатып бетіне баға қоя береді негізінде. Соның өзінде де бірақ өте арзан бағада шығады киімдері де, бүкіл заттары. Бірақ габаритный заттарға келгенде өздеріңіз бұлай ойланып, сатушымен сөйлесіп, көріп қарап аласыздар. Өйткені бізде доставкаде каждый килограммға төленетін білесіздер. Габаритный заттардың салмағы өте ауыр болып келеді. Бағасы арзан болғанмен салмаққа өте көп төлеуіңіз мүмкін. Мысалы, мына жерде хит болып жатқан, бізде қазір Инстаграмда барлығы блогер бәрі алып жатқан осындай туалетный столикті ашып кіріп қарасақ болады. Міне отзывтарында, комментарийде сатып алған адамдардан көрсеңіз, качестволары өте әдемі.
бұл жерден барлығын көріп шығуға болады. Сапасын, комментарийлерін жазған аударып оқып көрсеңіздер болады. Отзывтар өте керемет екен. Соған қарай енді туалетный столиктің біреуін таңдап, ішіне кіріп көріп шығуға болады. Міне ұзындықтары жазылған 60, 70, 80, 100 деп. Яғни оның ұзындықтары қанша сантиметр екенін көруге болады. Соған қарай бағасы да өзгеріп отырады. Бағасын яғни Google-ға кіріп күнделікті юань в теңге деп қанша теңге болып тұрғанын қарап, осы бағаны, яғни 345 болса, соған көбейту арқылы теңгені шығарып аласыздар. Және де сатушыға тікелей жазып, қанша килограмм шығатынын сұрауыңызға болады. Соған қарай сіз каждый каргоңызда килограмм қанша теңге алады, соны есептетіп көріңіздер. Міне, егер де Pinduoduo сайтынан түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып сұраңыздар. Негізінде бұлайша өте оңай сайт.